Сіз жаңа өзіңіздің қолыңызда істейтін қызметкерлердің жалақысын айттыңыз ғой, 10-15 мың теңге деп. Сіз өзіңіздің табысыңыз қанша? Оны айта алмаймыз. Қалғаны банкіде дейсіз? Иә, банкіде. Еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей. Бұл менің сөзім емес, бұл ұлы Абай атамыздың сөзі. Ассалаумағалейкум армысыздар құрметті көрермендер. Бүгін қасиетті Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын деп біз бүгін екінші шығарылымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз темір қалқан төңірегінде болмақ. Осы бір кәсіптің табысы мен нәсібі туралы білгілеріңіз келсе, біздің арнамен болыңыздар. Сіздермен бірге Сәкен Әбсемет. Сол қызбенен бізді рас. Өзің неге келмейсің деп сол қызбенен бізді рас. Міне көрермендер, Досбол мырзаның, Досбол бауырымыздың үйіне кәсібімен танысуға келіп отырмыз. Өздеріңіз көргендей, мына үйінің ауласында өзінің арнайы кәсібі бар, цехі бар. Онда адамдар жұмыс жасап жатыр. Бұл отандастарымызға мотивация ретінде бұл түсірілім соған арналады. Жұмыссыз жүрген жастарға бір сабақ болсын. Осы кәсіптің шыжығы мен қиыншылығын қазір осы Досекеңнің өзінің аузынан еститін боламыз. Досеке, сізге мына сұрақтары қойып отырсақ осы кәсіп туралы, осы кәсіптің басталғалы, сіз осы кәсіпті қанша жыл болды бастағаныңызға? 8 жылдай болды. 8 жыл көлемінде. Иә. Есіңізге алсаңыз, осы қиыншылықтары, басында ашқан қиыншылықтар, қандай қиыншылықтар болды? Бірінші навесіміз болды Кентауда. Сол қиындау болды, ең бірінші навес. Біреудің қолында істеп шыққаннан кейін, жаңа қиындау болады деген бірінші. Біреудің қолында үйреніп шыққаннан кейін өзің ары қарай алып кету шамалы қиындау болды, сол біреу. Одан кейін үйреніп кеттік, Құдай қаласа. Қай жағынан қиындау болды, бір анықтап түсінікті ретінде айтып өтсеңіз, мүмкін дұрыс шықпады ма, или тұтынушыға бір көңілінен шықпаған жағдай болды ма, қалай? Дұрыс шығуын дұрыс шықты, әдемі шықты навесі. Жаңа есептеу бойынша шамалы қателесіп қалдық, енді шамалы. Есептеп бердік, сол шамалы есептеу жағынан қиналдық шамалы. Диагоналы бар бұның, навестің астынан диагонал шығады, диагонал шығарамыз. Үйге жапсырылып салынған екен, оған диагоналмен әдемі шығу керек. Кейін тапсырыстарды қабылдап, ойдағыдай жүзеге асып жатқан жағдайларыңыз болды. Иә. Мына бір көріп отқанымызда үйдің ауласы 10 сотық жер. Бұл арендаға алынған үй әуел ма, или аула ма, қалай? Түсіндіріп өтсеңіз анықтағанын. Бұл өзіміздің үйіміз. Осы жерде бәрі жасалады. Клиентке қолайлы болу үшін. Осы жерде клиенттің үйіне барып мазасын алмаймыз. Осы жерде бәрін дайындап апарамыз. Бір жақсы жер, соңғы клиентке плюс. Бәрі полный дайындалып барады осы жерден. Краскіленіп, үй аркасын істеп, бәрін дайындап апарамыз осы жерде. Мынау көрермендерге бір қызық сұрақ болуы мүмкін. Бір навеске, бір темір қалқанға қанша қаражат жұмсалады? Көлеміне байланысты 20-25-ке 1,5 миллион, 2 миллиондай кетіп қалады қазіргі. Темірдің бағасымен, иә. Қазір темірдің бағасы қалай? Бұрынғы бағадан 2020 жылғымен салыстырғанда қанша пайызға өсті, немесе орында тұр ма? Тоннамен есептеледі ол темір. Так, темірдің тоннасына 25-30 мыңдай қосылып кетті қазір. 3-4 күн болды қазір. Жалпы қымбаттаған дейсіз? Қымбаттаған, 2021 қымбаттады темір. Қол астыңызда қанша адам жұмыс істейді? 6 бала бар қазір, жұмыс істеп жатқан. Құдай қаласа тағы да қосамыз. Олардың қызмет жалақысы, бір күндік табысы, немесе оларға айлық ретінде ақша бересіз бе, немесе тапқан табыстан теңдей бөлісе ме осы жөнінде? Клиенттің бағасымен есептейміз, клиенттің навесін есептейміз, квадрат метрмен есептейміз. Соған қарай шығарып берем. Күніне 10 мың теңгеден 15 мыңға шығаруға тырысам енді. Үлкендеу болса 15 мыңнан алады күндігіне. Бұл кәсіп түрінде науқан уақытысы бола ма, немесе 4 мезгілде де жұмыс? Науқан жоқ. Науқан жоқ бізде. Тапсырыс қабылдай береміз. Мезгілдерде жұмыс жүріп жатыр.
барлық мезгілдерде жүріп жатыр. Биыл шамал қыс қаттылау болды, шамал қиналдық енді. Тапсырыс қабылдай береміз. Қыста да. Жалпы есептеуімізше қызметкерлердің жалақысы 450 мыңға айлық есептік көрсеткенде 450 мыңға бағаланып отыр. 450 мың табады әрқайсысы. Ал сіздің табысыңыз қанша? Оны айта алмаймыз енді. Өкінішке орай айта алмайсыз. Міне көрермендер, Досбол бауырымыз өзінің қол астында жұмыс істейтін қызметкерлерге 10-15 мың теңге күндік жұмыс жалақысын беріп отыр екен. Және өзінің табысын айтпады, бірақ дегенмен табыс түрі жақсы ғой негізі. Табыс түрі жақсы, я. Үйренген, істеген адамға жақсы кәсіп. Енді біздің видеоны көрген адамдар болатын болса, осы кәсіпке қызығып жатқан адамдар болатын болса, сізбен хабарласып, осы кәсіпті үйренейін деген ойы болатын болса, сізбен жолықса, сіз үйрете аласыз ба? Сондай мүмкіндіктер бар ма? Үйретіп шығарамыз. Үйретіп шығарам, Құдай қаласа. Келсін, есік ашық. Үйрету ақсыз. Келсін үйретеміз, я. Оны бөлек сізбен хабарласады ғой. Өз хабарласып не алады. Бұл темір қалқан тапсырыс барлық Қазақстаннан қабылдайсыздар ма, немесе осы Түркістан облыс төңірегінде ма? Барлық қалада қабылдай береміз. Міне көрермендер, темір қалқанды өздеріңіз тыңдағандарыңыздай барлық Қазақстан әртүрлі облыстарынан тапсырыс қабылдаймыз дейді. Тапсырыс қабылдауға мүмкіндіктері бар. Олардан мысалы басқа облыстардан тапсырыс қабылдасаңыздар, қызметкерлеріңізді жібересіздер ме командировка сонда? Командировкаға барамыз. Мен өзім қосылып барам бірге. 2 машинамен шығамыз, барамыз өзіміз. Затымызды артып алып, осы жерде істеп барамыз ол жаққа. Үлкен көліктерге артып, өзі жолдары бар ғой, жолдарын қарастырғансыздар. Машиналар бар. Апта сайын кетіп жатыр жан-жаққа машиналар. Мінекей темір қалқанға тапсырыс беретін болсаңыздар, видеоның астында Досекеңнің ұялы телефоны мен Instagram желісін қалдырамыз. Сіздер тапсырыс беруге ынтық болсаңыздар, сол бір ұялы телефон Instagram желісіне хабарласып байланыс жасап, бұл Досекеңнің жасаған еңбегіне куә және тапсырыс беруге сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздің осы кәсіпте алда қойған жоспарларыңыз қазіргі таңда қандай болады? Цех ашып, үлкейтіп, станоктар заказ беріп, үлкейтсек па деп жатырық цехты. Басқа жерлерден де цех ашып, тағы бір-екі цех қосып, үлкейтеміз, адам көбейтеміз, үлгереміз бәріне. Сізге алдын ала рахмет айтамыз осындай сұхбат берген үшін, өйткені бұл сұхбат экранның ар жағында көрермендерге арналады. Өйткені жұмыссыз жүрген, өз кәсібін тауа алмай жүрген көрермендеріміз болатын болса, осы біздің видеоны көріп, өзінің кәсібіне табуға тілектес болып, осы видеоларды біз жарыққа шығарып жатырмыз. Сізде осы ақпарат берген үшін сізге де алғыс айтамыз, және қасиетті Рамазан айында тұтқан оразаңыз қабыл бола берсін. Осы кәсіппен айналысып жатқаныңызға қанша уақыт болды? Осы кәсіппен жалпы айналысып жатқанымызға 2 жылдан аса болды уақыт. Енді мына Досбол бауырымыздың қол астына жұмыс істеп жатқаныңызға қанша уақыт? Сол жылдардан бастадық қой, жалпы. 2 жылдың көлемі осы Досбол бауырымыздың қол астына жұмыс істеп жатсыз. 2 жылдан аса қол астында жұмыс істеп жатырық. Енді жұмыс барысында мына айлық мәселесі, ақша мәселесінде бір кешігу, басқа да қиыншылықтар болып жатқан жоқ па сол жөнінде? Жоқ, ондай кемшілік ондай жоқ. Айлық уақытылы, жұмысымыз да уақытылы, барлығы уақытылы келе жатыр. Өзіңізге ұнай ма осы кәсіп? Әрине бұл жерде жалпы дәнекерлеуші болып жұмыс істеймін. Енді бұл жастарға мотивация ретінде, енді жастарға айтарым, осы өнерді, әр өнерді алып шығыңдар деп атқан, осы мотивация ретінде. Енді сіздің жетекшіңіз бастық қой, сіздерде бастық болып келеді. Досбол ағамыз туралы бір өзіңіздің бір пікіріңізді айтып берсеңіз. Жалпы пікір Досекеңе рахмет, осындай жастарға жұмыс беріп, осы жұмыспен қамтамасыз етіп. Бұл да
Енді елімізде, отанымызда осындай кәсіпкерлер көбейе берсін, осындай жастар жұмыс беретін. Осы рахмет Досекеңе. Жұмысы алға баса берсін. Тапқан табысы берекелі болсын. Міне достар, осы темір қалқан туралы, кәсіп туралы сіздерге аз да болса да мағлұмат бердік деп ойлаймыз. Және сізге осы сұхбатыңызға алдын ала рахмет айтамыз. Және еңбегіңізге берекелі, тірлігіңізге табыс тілейміз. Достар, видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Біздің арнада алда талай қызықты видеолар бар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Кемпір менен шалдар аз, келмейсің деп қыздар аз. Өзің неге келмейсің деп сол қызбенен біздер аз. Өзің неге келмейсің деп сол қызбенен біздер аз.